Перизат Мырзахмет. Өмірдің аты М. Күлкіңнің құны қанша? Жалғасы. Мидың жоспары күл-талқан болды. Бәрі керісінше кетті. Өйткені босанғаннан кейін күйзеліс ұзаққа созылды. Босанумен бірге еркіндікке шыққан гормондар атой салды. Өзім бақытсыз бола тұра дүниеге бала әкелдім. Сүймеген адамнан сәби сүю өмірдегі ең үлкен шаттық, бала тууды сүймейтін адаммен бөлісу деп іштей өзін жегідей жеген Перизат пен Орынбасар екеуінің арасы күн өткен сайын алшақтай берді. Өйткені баласын емізіп отырған Перизаттың басына мен бәрінің арманын орындадым, ал менің арманым қашан орындалады, қалауыма қашан жетемін деген ой қонақтап алды. Күйеуге тисең бақытты боласың деді. Тидім. Бала тусаң миссияң орындалады деді. Тудым. Бәрі уәде еткен бақыт қайда? Мақсат, миссия неге қанағаттандырылмайды? Менің жаным қашан тыныштық табады? Менің таңдауыма қолым жете ме, жетпей ме? Перизат осылай жанын жеп жүргенде баланы қатын енді ешқайда кетпейді деген соқыр сеніммен жүрген Орынбасар екеуінің арасында енді құрыла бастаған әлсіз ғана көпір бұзылды. Жоқ, адалдықтан аттаған жоқ, ұрып соққан жоқ, оны құртқан енжарлық еді. Жұмысымды істеймін, үйге келемін, айлығымды әкеліп беремін, басқа не керек деп ойлаған шығар. Шығар емес, тура солай ойлады. Орта статистикалық еркектің бәрі осылай болжайды. Әйел тамағы тоқ, киімі көк болса, бақытты өмір сүре беретін меңіреу мақұлық сияқты. Орынбасар бірде бір рет сен мені сүйесің бе деп сұрамады. Өйткені жауабын естуден қорқады. Сенің қалауың не? деп Перизат сұрамады. Жауабын жақпайтынын біледі. Сондықтан аш құлақтан тыныш құлақ артық деп өзі үндемей, Перизатты тыңдамай өмір сүре берем деп ойлады. Сөйтіп орта сүю берді. Ол салқындықты Орынбасардан басқаның бәрі сезді. Мүмкін ол да сезген шығар, бірақ шетін түртсе шығатын шындықтан қорқатындықтан өз ініне кіріп алды да шықпай қойды. Бұл күйзеліс бұрынғы күйзелістерден өзгерек еді. Таңертең оянғанда Перизаттың бірінші ойы тағы да таң атты ма? Мен неге әлі тірімін? Көзі ұйқыға кетіп бара жатып, тағы бір шүмелек күн өтті. Тірі жүргеніме мәз болып тіршілік кешіп жатырмын. Енді оянбасам екен деп армандайды. Бар алданышы жұмыс. Қырқынан шықпаған баланы қолтықтап қысып алып жиналысқа қатысады. 4 айлық баланы бесікарбаға салып қойып түсірілімге шығады. Айдар туралы да, Орынбасар туралы да, жалпы сезім туралы да ойлауды қойды. Осылайша өзінен өзі қашып, ойларынан қашып, сезімдерінен қашып тағы 2 жыл өтті. Әуелдегі салқындық па, Перизат пен Орынбасар сөйлесуден қалды. Бір-бірімен шаруасы жоқ, әркім өз басымен әуре. Немқұрайлықтың шыңына жеткен сонша, 9 жыл отбасылық өмірде бірде бір рет ұрысып, тіпті жай дауласып көрмеді ғой. Сыртынан керемет тату отбасы сияқты көрінген шығар. Ішінде бірін-бірі танымайтын, бірін-бірі қызықтырмайтын 2 адам тіршілік кешіп жатты. Жақындары отбасын құтқарады деген бала бірін-бірі түсінбейтін, бір-біріне тартылмайтын әке мен шешенің ортасында өсіп келеді. Бұл фактыда жанды жегідей жеп барады. Өздерінің өмірлерін сезімсіз, сенімсіз сүр тіршілікке айналдырғандарымен қоймай баланың болашағына қастандық жасап жүр. Сөйтіп жүргенде Перизатта бір әдет пайда болды. Айналасындағы таныс, туыс жұптардан неге үйлендіңдер деп сұрайтынды шығарды. Көбісі ағынан жарылмаса да сөзінен емеуренен көп нәрсені оқи алатын эмпат Перизат қаншама
шикілікті көре бастады. Бір әріптес жігіт үйленіп келген соң Перизат одан неге үйлендің деп сұрады. Әкем кәрі, анам бір бел жазып келін жұмсасын деп үйлендім, деді әлгі жігіт. Сүйесің бе? Ұнайды, түрі бар, тәрбиелі, ең бастысы анама қарайды, сыйлайды. Тағы бір жолы туыс келіншекпен сөйлесті. Алып қашты ғой мені. Жуас жігіт, жақсы жігіт екенін көрдім де қалдым. Әуелде үйренісу қиын болды, бірақ 3 балам туған соң ол туралы ойлануды қойдым. Балаларым аман болса болды, солардың қызығын көрермін. Келесі жолы қонақта отырғанда достары үй иесі туралы қызықты әңгімелер айта бастады. Сөз кезегі парталас досы алды. Бұл 11-ші сыныпта ағылшын тілінің мұғаліміне ғашық болды ғой. Екеуі соңғы қоңырауда биледі, тіпті сүйістіңдер ғой деймін, иә? Бәрі ду күлді. Үй иесі қызарақтап досының сөзін әзілге айналдырғысы келді. Тықыр қып алып тастаған шашын тоқтамай сипалай берді. Перизат бірден көзіне қарады. Бер жағы күліп тұрған қос жанардың түбінде айтылмай кеткен, бекітіп тастаған мұңның жатқанын анық көрді. Перизат енді келіншегінің жүзіне қарады. Қызғанып долылық оқығысы келді. Жоқ, ол да күліп тұр. Бірақ астыңғы ернін әлсіз ғана тістеп тұр екен. Оның да өз мұңы бар, айтылмайтын. Осы әңгімелердің бәрін естіп, қарым-қатынастардың бақылап жүріп, Перизаттың есіне ескі әңгіме түсті. Баяғыда Сырым шешен ел аралап жүріп, бір ақсақалға кездеседі. Екеуі жұмбақтап сөйлесе бастайды. Бір кезде Сырым: ата, үйде нешеусіздер деп сұрайды. Сөйтсе, шал: күндіз 2, түнде 4-еуміз, қарағым, депті. Сырымның серіктері былайшыға: жаңағы әңгіменің сырын ашасыз ба, дейді. Сонда Сырым: күндіз кемпір екеуі тірліктің қамымен жүріп, ештеңені ойламайды. Сондықтан 2 боп жүреді. Ал түнде жатқанда әрқайсысы өзінің сүйген жанын естеріне түсіріп 4 боп жатады, деген екен. Жай әңгіме емес қой. Күндіз 2, түнде 4 болып тірлік кешіп жатқандар толып жүр. Әрқайсының өз себебі, өз тарихы, өз ақтаулары бар. Тұрмысың бір, адаммен қиялын, екінші адаммен марқұм болған махаббаттың тірі аруақтары. Бір қызығы, осылай бақытты тірлік кешіп жатқандар өздерінің махаббат күресінде жеңіліп қалғандарын мойындағысы келмейді. Махаббат деген оттаған әңгіме. Міне жүрміз ғой. Жаман болғанымыз жоқ, дейді. Махаббат өтеді де кетеді. Оған күйіп-пісудің қажеті жоқ екен, дейді. Махаббатсыз-ақ бақытты болуға болады, дейді. Өздерін осылай жұбатады. Басқа амал айлары жоқ. Бірдеңе қып өмір сүру керек. Әйтеуір басқа бір мән табу керек. Сөйтіп, жеңімпаз мықты адам атанғысы келеді. Үнсіз өкініштердің, мұңсыз тіршіліктің кепілі емес қой.